Бала тәрбиесіндегі ең маңызды нәрсе ол махаббат. Өзін басқалардың жақсы көргенін сезіп өскен баланың ішкі сезім дамуы бір қалыпты болады. Баланың шыр етіп дүниеге келуі мен анасынан көретін сүйіспеншілік пен махаббаты бала бойына мейлінше дарып, сол сіңісті күйінде кейіннен оның басқаларды жақсы көруінде, я болмаса өзін жақсы көргізуінде анық байқалады. Ана махаббатының аясында өскен бала қоғамға тез бейімдегіш, маңайындағылармен тез тіл табысқыш келеді. Нағыз махаббаттың керек кезінде оны ала алмаған бала болса, ол басқаларға жағымсыз болып өседі. Сондай-ақ баланың ана махаббаты мен сүйіспеншілігін көрмей өсуі оның болашақта адамдарға жаны ашымайтын, аяушылықтан мақұрым, қатыгез, қылмысқа жақын болып өсуіне әсер етеді. Балаға деген махаббат онымен бірге өткізген уақыт дегенді де білдіреді. Бала өзіне бөлген уақытыңызға қарап-ақ сіздің жақсы көріп, жақсы көрмейтіндігіңізді сезе алады. Әке-шеше арасындағы жарасымдылық, татулық пен өзара махаббат та балаға айтарлықтай әсер етеді. Кешкі астан кейін бір мезгіл көшеге шығып, жарты сағаттай бой жазып жүріп қайту отбасыңызды бір сергітіп тастайды. Бір жағы бұл сіздің балаңызға бөлген уақытыңыз болып та саналады. Өйткені сіз жай жүріп қана қоймай, онымен әңгімелесесіз, оны тыңдайсыз, ой бөлісесіз. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.